Өткен айда ұлттық валюта теңге бағамындағы өзгерістер Қазақстандағы бірде-бір отбасын бейжай қалдырмады. Мұны Қазақмыс тобы басшылары да ұғынды. Оның үстіне президент Нұрсұлтан Назарбаевтың үндеуіне сәйкес, Қазақмыс биылғы жылдың 1 сәуірінен бастап өндірістік персоналдың айлық еңбекақысын 10%-ға дейін өсіру туралы шешім қабылдады. Мемлекеттік реттеу органдарының пікірінше, теңге бағамының өзгеруі Қазақстан экономикасына пайдасын тигізуі тиіс. Атап айтар болсақ, бұл Қазақмыс сынды сыртқы нарықтарда жұмыс істейтін отандық компаниялар үшін айтарлықтай қолдау екені даусыз. Данная корректировка позволит нам... Бұл шара бізге үнемделген қаражатты өндірісті жаңғыртуға, өндірісті қорларымызды жаңартуға жұмсауға мүмкіндік береді. Бұған дейін де теңге бағамы реттелген кездерде кейде қиын сәттерде жұмыс орындарын сақтап қалуға, өнімдеріміздің бәсекеге қабілеттілігін арттыруға мүмкіндік туды. Компания теңге бағамы реттелгеннен кейінгі нәтижені бірінші жарты жылдықтың соңында бағамдайды.